Kitap 15 жасар капитан. Әлем балалары әдебиетінің үнжу маржандары жас өспірімдерге арналған шығармалар. 15 жасар капитан. Какое-то говно. Ё-моё, топ дейміз ба не бүгін? Өзімді көрсететін сәт келген сияқты. Не деген керемет әзілдер мұны. Мен естіп жата берім ба не? Жозат дыбыс естідің жаңылде? Мен ғой сөйлеп жатқан, дәл қасында тұрмын ғой. Өсі сөйлей алдың ба не? Әшшең ғой маған сөйлеу деген. Ешқандай қиындық тудырмайды маған. Жеңдір көткен жоқ басаған? Мал, неғып мені лақтырып жердің? Ачо, призрак жын дегендерге қатты сен қоясың ба не? Сен сияқты топассың мен оқу иқталай сияқты. Итма, манипуляция жасамай қой, сен сияқты говно кітапты мен оқымаймын по-любому. Говно деп қойды ғой мені. Сенің топас екенің тағы да бір дәлел осы. Сенімен дос тұратын уақытым жоқ. Короче, кеттім мен. Арсыз жеркенішті, менің әрбір беттерім сені иттей жеп көреді. Көзіме көрінбейсігі. Мынау кітап бұл жолы артық кеткен сияқты. Еще боқтақ қояды ғой, кітап бола тұра. Жарайды, өмір бір-ақ рет беріледі ғой. Сондықтан да бар нәрсені бағалау керек. Жарайды, сені бір жолға оқиын. Жалпы тренировкаға бармайтын ба едің сен? Кеттік, тренировкаға барайық та. Оны да саған түсіндіру керек пе? Жарайды, онда саған түсіндірейін. Бүгіннен бастап мен футболдағы карьерамды аяқтаймын. Бүгіннен бастап мен тек қана оқымысты боламын, ақылды боламын, және білім мен ғылымды бірінші орынға қоятын боламын. Ал футболды мен мәңгілікке ұмытатын боламын. Жарайды, таңдау өз еркінде ғой. Онда мен кеттім. Тренировкаға барайын. Ағайға айта саламын ғой онда мен. Сені командадан шығарып деп. Неғып осы кітап ең соңғы аркасын жеткен кезде именно біреу келіп неғып мені мазалау керек. Сенттің құрметіне арнап, миссис Уэлдонның тост көтеруі жиналған жұртты шаттыққа бөлейді. Кітапты полный оқып бітіріп тастадым ба не? Енді мен не оқимын? Кітапты полный оқып тастаған болмады менің. Есімнен адасатын жан. Қайдамын мен? Сенің қандай екеніңді айтатын болсақ, сен жындыханадасың. Не тық болғасын да бармай, блядь, сука. Досы сенде барлығы жақсы ма өзі? Үйіңе келсем талжысың ба кәдімгідей? Дәрігердің айтуынша сен какой-то говно кітап үшін талқапсың. Мен соны түсінбедім ше, какой-то кітап үшін талқалауға болады.
Мен саған жалпы таңғаламын ше. Мынандай говно кітапшын қалай талып қалуға болады, соны түсінбедім мен. Жалпы сенімен мақтанамын мынандай кітапшын талып қалғаным үшін. Бірақ мынандай говно кітапшын мен талмайтын едім, шыны керек ше. Негізі сен жағдайың жақсы жалпы, ене бара берсең болады. Вообще кітапшын талып қаласың ғой негізінде. Қалып қалған кезде бір нәрсе көрген сияқты болдың ше. Маған ұқсайтын бір деп айтқан болатын маған. Осы видеоны көріп жатқан адамдардың тең жартысы осы каналға жазылмайды екен. Және де осы видеоға лайк баспайды екен. Сонымен қатар осы видеоға комментарий жазбайды екен деп айтқан болатын. Маған соны реттесін деп айтқан болатын.